Сәлеметсіздер ме 6 сынып оқушылары? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен су тіршілік көзі бөліміндегі Қазақстандағы теңіздер тақырыбын өтетін боламыз. Сабақтың оқу мақсаты: мәтіндегі негізгі және қосымша ақпараттарды анықтау, сөйлемдегі есімдіктің қызметін түсіну. Балалар, осы оқу мақсаттарына сәйкес, қазір біз сендермен оқулығымыздың 112 бетіндегі Қазақстандағы теңіздер тақырыбын түсініп оқимыз және мәтіндегі негізгі қосымша ақпараттарды ажыратамыз. Мәтінмен жұмыс жасап болсақ, есімдіктердің септелуі деген кестеге назар аударайық. Бұл кестеде жіктеу, болымсыздық, жалпылау есімдіктерінің септелу үлгісі берілген. Ал мына кестеде есімдіктің тәуелдену үлгісі берілген. Егер есімдіктер жекеше түрде тәуелденсе, оны оңаша тәуелдену деп атаймыз. Ал есімдіктер көпше түрде тәуелденсе, оны ортақ тәуелдену деп атаймыз. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыздың 2 оқу тапсырмасы бар. Бірінші, оқылым мәтінінен негізгі және қосымша ақпараттарды ажыратамыз. Екінші, 113 беттегі 3-ші тапсырма бойынша оқылым мәтінінен есімдіктерді тауып, олардың сөйлемдегі қызметін анықтаймыз. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.